Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен хачапури по-аджарски дайындайтын боламыз. Жасалуы өте қарапайым және өте дәмді болып шығады. Видео рецепті қарамас бұрын мені каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойыңызды қалдыруды ұмытпаңыз. Алдымен жылы суымызға дрожж бен тұзымызды салып араластырып аламыз. Және бір қасық секер саламыз да көтерілгенше қойып қоямыз. Ұнымызды дайындаймыз. Жаңағы көтерілген дрожж бен тұзымызды араластырып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Сұйық майға орап, көтерілгенше 20-30 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз салмамызды дайындаймыз. Салмамызға сыр керек және жұмыртқаның ағын қоссаңыз болады, бірақ бұл міндетті емес. Содан соң көтерілген қамырымызды алып, бөліктерге бөліп дайындасақ болады. Егер сізге көлемі кішкентай болғанды қаласаңыз, 4-ке немесе 3-ке бөлу керек. Маған үлкен 2-ін жасау үшін 2-ге бөлдім. Осылай қолымызбен дайындап, ішіне сырымызды саламыз. Міне видеода көрсетілгендей жасап, формасын шығарып аламыз да, біз салмамызды саламыз. Өз қалауыңыз бойынша басқа да заттар қосуға болады. Колбаса, мен болгарский перец салдым екіншісіне. Осылай жұмыртқаның сарысы мен азғантай сүт араластырып, жағып шығамыз. Піскенде әдемі көріну үшін. Алдын ала қызып тұрған пешке 180-200 градуста пісіріп аламыз. Қатты пісіп кетпеуін қадағалаңыз. Міне бізде осындай өте дәмді хачапурилер дайын болды. Аз болсын. Менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойыңызды білдіріңіз. Рахмет.